Сәлеметсіздер ме? Мен Қарабай Ақнұр ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми қызметкерімін. Және бұл видеода біз жасырын Марков моделін қарастырамыз. Андрей Марков орыс математик. Ол стохастикалық модельдеуге жасалған жұмыстарымен әйгілі. Марков моделі бұл Марков құбылысының шарттарын қанағаттандыратын дәйекті немесе хронологиялық деректерді модельдеу үшін қолданылатын стохастикалық процесс. Ықтималдылықтар теориясы мен статистикада Марков құбылысы термині стохастикалық процестің жадысыз қасиетін білдіреді. Яғни болашақ күйлер оған дейінгі болған оқиғаларға емес, тек қазіргі күйге тәуелді болып болжанады. Әрбір дәйекті күйдің бақыланатындығына байланысты және жүйені жүргізілген бақылаулардың негізінде баптауға болатындығына байланысты әртүрлі жағдайларда пайдаланатын 4 жалпы Марков модельдері бар. Марков тізбегінде және Марков шешім қабылдау процесінде жүйенің күйі толығымен бақыланады. Және де Марков жасырын моделінде Марков ішінара бақыланатын шешім қабылдау процесінде жүйенің күйі ішінара бақыланады. Марков моделі кең қолданысқа ие және түрлі дәйекті немесе хронологиялық деректерді талдайды. Мысалы, климаттық мәліметтермен ауа райын болжау, қаржылық деректермен инвестицияларды талдау, мәтін арқылы тіл моделін құрау, аудионы транскрипциялау, музыка және де қозғалыс деректерді қолдана отырып адамның іс-қимылын бақылау және тағы басқа. Жасырын Марков моделін қарастырар алдын біз алдымен Марков тізбегін түсінуіміз керек. Түсініктемені жеңілдету үшін біз дискретті Марков тізбегін қарастырамыз. Бізге ауа райын болжау мәселесін берілген делік. Бұл мәселеде 2 күй бар: шуақты күн және жаңбырлы күн. 2 апта бойы хронологиялық ауа райы мәліметтері берілді. Көріп тұрғандай, шуақты 2 күн жаңбырлы, сосын 4 күн шуақты, 1 күн жаңбырлы, 2 күн шуақты, 2 күн жаңбырлы және қайтадан 2 күн шуақты болды. Осы ретте көрсетілгендей, шуақтыдан басқа күйге ауысу 8 рет болады. Осы 8 реттің ішінде 5 рет шуақтыдан шуақты күйге ауысу. Сонда шуақтыдан шуақты күнге ауысу ықтималдылығы 8-ден 5 0,63 болып табылады. Ал енді күн шуақтыдан жаңбырлыға ауысу ықтималдылығы 8-ден 3 0,37. Солай, жаңбырлыдан шуақтыға ауысу ықтималдылық 5-ден 3 0,16 және де жаңбырлыдан жаңбырлы күйге ауысу 5-ден 2 0,14. Төмендегі 2 күйлі Марков моделі бейнеленген. Мұнда күн шуақты және жаңбырлы күй бар. Әрбір сан Марков тізбегінің бір күйден екінші күйге ауысу ықтималдылығын және бағытын көрсетеді. М дәрежелі Марков тізбегі. Марков тізбегінің маңызды вариацияларының бірі жадылы Марков тізбегі. М дәрежедегі Марков тізбегі де деп аталады. Бірінші дәрежелі Марков тізбегі. Келесі күй тек қазіргі күйге тәуелді болып болжанады. Марков тізбегінің компоненттерін қарастырайық. Бірінші, ол модельдің күйлері S1, S2, S3, SN-ге дейін. Біздің мәселемізде 2 күй болды: шуақты күн және жаңбырлы күн. Келесі, ол күйлердің ауысу ықтималдылығы. AIJ дегеніміз Т қадамында SI күйінен Т қосу 1 қадамда SJ күйге ауысу ықтималдылығы. Мұнда Q тізбектегі күйді көрсетеді. Және де келесі компонент ол бастапқы күй ықтималдылықтары. Пай тең 1 қадамдағы күйдің болу ықтималдылығы. Алдымен күйлердің бастапқы ықтималдылықтарын есептеп көрейік. Берілген 14 күн аралығында 9 күн шуақты болды. Сондықтан күннің шуақты болу ықтималдылығы 14-тен 9 0,64. Дәл солай күннің жаңбырлы болу ықтималдылығы 14-тен 5 немесе 0,36. Уақыттың өтуімен осы күйлер бірте-бірте бір күйден екінші күйге өтеді.
Осыны процесс қадамы деп атайды. Процесс қадамдарының ықтималдылығы ауысу ықтималдылығы деп аталады және матрица ретінде жазылады. Шуақты және жаңбырлы күн мәселемізде біз ауысу ықтималдылықтарды анықтадық. Ал енді сол мәндерді матрицаға енгізейік. А матрицасында күйлердің ауысу ықтималдылығы берілген және пай вектор төмендегі күйлердің бастапқы ықтималдылығын көрсетеді. Ал енді ауысу ықтималдылығы матрицасымен күйлердің бастапқы ықтималдылығы векторын қолдана отырып, күйлердің бірізділігінің ықтималдылығын анықтай аламыз. Бізге келесі күйлердің бірізділігі берілген делік. Күн шуақты, 2 күн жаңбырлы және қайтадан 2 күн шуақты. Ал енді осы бірізділіктің ықтималдылығын есептеп көрейік. Пи тең күн шуақты болу ықтималдылығын келесіге көбейтеміз. Шуақтыдан жаңбырлыға ауысу ықтималдылығы көбейту жаңбырлыдан жаңбырлыға ауысу ықтималдылығы көбейту жаңбырлыдан шуақтыға және шуақтыдан шуақтыға ауысу ықтималдылығы. Сонда 0,036 деген сан аламыз. Осыған дейін Марков моделін қарастырдық. Ал жасырын Марков моделінде күйлер жасырын және бақыланбайды. Бірақ әрбір күй бізге модельді түсініп сипаттау үшін қолдануға болатын бақылауларды шығарады. Алдыңғы ауа райын болжау мәселесіне назар аударайық. Біз жер астындағы метрода балмұздақ пен бәліш сатамыз делік. Сол үшін біз сырттағы ауа райын күйлерді бақылай алмаймыз. Бірақ енді біз балмұздақ пен бәліштердің сатылымдарын байқай аламыз. Осы бақылауларды ескере отырып, бақылаулардың әрбір күйге шығу ықтималдылығын анықтай аламыз. Бақылаудың шығу ықтималдылығы BIK тең кей бақылауының SI күйінде шығу ықтималдылығы. Бақылаудың шығу ықтималдылығы күйдің ауысу ықтималдылығы сияқты есептеуге болады. Мысалы, күн шуақты болғанда балмұздақтың сатылымы көп болуы 9-дан 8, 0,9. Ал енді күн шуақты болғанда бәліштердің көп сатылуы 9-дан 1, 0,1. Жаңбырлы күнде балмұздақтың көп сатылуы 5-тен 3, 0,16 болып табылады. Және де жаңбырлы күні бәліштердің көп сатылуы 5-тен 2, 0,14-ке тең. Бақылаулардың шығу ықтималдылықтары матрицасы күйлердің ауысу матрицасы сияқты құрастырылады. Мұнда B матрицасы күй мен бақылауларды қатынасын көрсетеді. Жасырын Марков моделі мұнда бейнеленген. 2 күй бар, шуақты және жаңбырлы, және бақылаулар бізде балмұздақ пен бәліш болып табылады. Егер де бір күні бәліштермен салыстырғанда біз көбірек балмұздақ сатқан болсақ, сол күні ауа райының шуақты немесе жаңбырлы болу ықтималдылығы неше? Осы сұраққа жауап беру үшін біз Байес теоремасын қолданамыз. Байес теоремасы шартты ықтималдылығын есептеу үшін ықтималдылық пен статистиканың математикалық теңдеуі болып табылады. Басқаша айтқанда, бірнеше оқиғаның бірегейлі ықтималдылығын табуға қолданылады. Мысалы, Б оқиғасы болған кезде А оқиғаның ықтималдылығы. Негізгі шартты ықтималдылық келесі. Байес теоремасын қолдана отырып, шартты ықтималдылықты келесідей жазуға болады. Біз белгілі бір күні балмұздақ көбірек сатылғаны туралы білеміз делік, бірақ сол күні болған ауа райын білмейміз. Ықтималдылықтарды Байес теоремасы қолдана отырып есептейік. Бұл теорема бізге шартты оқиғалардың кері қатынасын қарастыруға мүмкіндік береді. Күйлердің бастапқы ықтималдылықтары S күн шуақты болу ықтималдылығы 0,64-ке тең және R күн жаңбырлы болу ықтималдылығы 0,36-ға тең. Осы мәселеде біз қазіргі сол күндегі күйді қарастырамыз. Сол үшін мұнда ауысу ықтималдылығын қарастырмаймыз. Ал енді балмұздақ көбірек сатылған күні
күн шуақты болған ықтималдылығын есептеп көрейік. Сол үшін күннің шуақты болу ықтималдылығын күннің шуақты болған кезде балмұздақ көп сатылу ықтималдылығына көбейтеміз және жалпы балмұздақтың көп сатылу ықтималдылығына бөлеміз. Бізге бұл 0,73 береді. Ал енді балмұздақтың көп сатылған күні күннің жаңбырлы болу ықтималдылығын есептеу үшін күннің жаңбырлы болу ықтималдылығын күннің жаңбырлы болған кезде балмұздақтың көп сатылуы ықтималдылығына көбейтеміз және жалпы балмұздақтың көп сатылу ықтималдығына бөлеміз. Бұл бізге 0,27 береді. Бізге күнделікті сатылым фавориттерінің тізбегі берілген және осыған қарап, біз ауа райының жасырын күйлерінің бірізділігін анықтағымыз келеді делік. Бұл үшін біз Витерби алгоритмін қолданамыз. Витерби алгоритм дегеніміз динамикалық бағдарламалау алгоритмі. Бұл Марков тізбектері аясында ең қолайлы күйлер бірізділігін Витерби жолы деп аталады, іздеуге арналған алгоритм. Жасырын күйлердің бірізділігін бақылаулар арқылы анықтау, декодтау деп аталады. Витерби алгоритмі HMM-де жиі қолданылатын декодтау тәсілі. Витерби алгоритм бойынша біз күйлердің ауысу ықтималдылықтарының матрицасы А және бақылаулардың ықтималдылық матрицасы Б және де бақылаулар бірізділігін қолдана отырып, күйлердің ең ықтимал бірізділігін есептей аламыз. Витерби алгоритмін рекурсивті мәселе ретінде келесіде жазуға болады. Мұнда VT ең ықтимал Витерби жолы болып табылады. VT-1 алдыңғы қадамға күйге алып келетін Витерби жолы, AIJ дегеніміз QI-дан QJ күйіне ауысу ықтималдылық және BJ дегеніміз OT бақылауының белгілі бір J күйіне шығу ықтималдылығы. Алға кері жылғы алгоритмін қарастырайық. Шын өмірдегі мәселелерде бізге жасырын күйлердің ықтималдылықтары белгісіз, және де біз әрбір күйде орын алатын бақылаулардың ықтималдылықтарын білмейміз. Осы мәселені шешу үшін біз алға кері жылжу алгоритмін қолдана аламыз. Алға кері жылжу алгоритмі немесе Baum-Wells алгоритмі бақылаулардың нақты бірізділігінің ықтималдылығын есептейтін алгоритм. Бастапқы болжамдаған ауысу және бақылау ықтималдылықтарын қолдана отырып, HMM-нің белгісіз параметрлерін анықтайды. Бұл алгоритмді біз бөлек видеода талқылап кетеміз. Жасырын Марков моделі машиналық оқытуда көптеген мәселелерде қолданылады. Мысалы, роботтың навигациясында, сөйлеуді тану мәселесінде,